үй тұмарына арналған оюларды дайындаймыз. Ең алдымен компьютерден осы интернетті қосып оюларды іздейміз. Міне осылай етіп жазып, неше түрлі оюлар шығады, интернетте бар. Сол оюды өзімізге ұнағанын, мысалы дөңгелек пішінді бөлікке дөңгелек пішінді оюларды іздейміз. Үшбұрышты бөлікке үшбұрышты оюларды іздейміз. Төртбұрышты бөлікке төртбұрышты оюларды іздейміз. Осының ішінен бір ұнаған оюды аламыз. Мен міне дөңгелек пішінді бөлікке дөңгелек пішінді оюды сохранить етіп аламын. Сосын Word программасын ашамын. Word программасына жаңағы сақтап алған оюымызды қоямыз. Міне Wordқа қойдық. Енді өзімізге қажетті размердің көлемінде түзеп оюымызды принтер арқылы шығарып аламыз. Міне принтер арқылы шығарып алдым. Мен жұмсақ қағазға шығардым. Енді осы жұмсақ қағазды қайшымен қиып аламын. Содан соң қатты қағазға бірден бастырып алуға болады. Немесе қатты қағаз сіздерде болса, бірден принтер арқылы шығарып алуға болады. Міне біздің оюымызды қиып алдық. Осы оюдың біздер дөңгелек пішінді бөлікке қолданамыз. Бұл оюдың диаметрі 20-22 сантиметр болады.